Жеңіл дәмді пайдалы Назеркеден сіздерге арнайы сәлем достар. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі жеңіл дайындалатын тауық еті мен мандарин қосылған салаттың рецептін ұсынамын. Бұл салаттың дәмі сіздерді таң қалдырмай қоймайтыны анық. Олай болса бірге дайындайық. Бізге керекті ингредиенттер: 200 грамм піскен тауық еті, 2-3 мандарин, 50 грамм қара өрік, 50 грамм жаңғақ, 100 грамм ірімшік, 2 ас қасық майонез. Тауық етін ұсақтап тураймыз, қара өрікті майдалап тураймыз. Тауық еті мен мандарин тамаша үйлесім. Қара өрік салатқа ерекше тәттілік қосады, ал жаңғақ пен ірімшік ерекше дәм береді. Майонездің орнына грек йогуртын қоссаңыз да болады. Жаңғақты ұсақтап салатқа қосамыз. Ал ірімшікті үгітіп қосамыз. Мандариндерді бөліктерге бөліп, қабығынан тазалап аламыз. Мандариндерімізді де турап аламыз. Барлығын майонезбен араластырамыз. Татымына қарай тұз қоссаңыздар да болады. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай әдемі көрінеді. Енді оны аскөк немесе көкөністермен безендіруге болады. Қандай әдемі көрінісі, дәмі керемет, жеңіл, шырынды, тәтті және де ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа дәмді рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған жеңіл дәмді пайдалы Назеркеден сіздерге арнайы. Келесі видеода кездескенше.